Қазір глобальный мәселе болып бара жатыр ғой, ағын судың мәселесі. Енді ол табиғаттың құбылысынан болып жатқан жағдай негізі көбінесе. Бірақ бізде кішкене естік алқан басында су қиын бола бастағаннан кейін, ағын судың мәселесі қиындап бара жатқаннан кейін, мен құдық қазып алдым. Өзім ауылда бір кісілерді қасыма шақырып, ең бағасын беріп дегендей құдық қазып, сол жерге насос қойып, сөйтіп осыдан бір 6-7 жыл бұрын ба, есім шықпаса, ең алғашқылардың бірі болып ауыл аймаққа сол жерде тамшылату суару әдісін технологиясын былайша айтқанда алып келдім ауылға. Сол ең бірінші еккен кезде күздік огурцы ектім, қияр 30 сотықтай жерден бастадым, өйткені тәжірибе жинау керек болды. Бізге кішкене бөтен нәрсе болғаннан кейін ол технология соның қыр-сырын біліп алу үшін азғантай жерден бастап қазір шүкір гектарлеп егіп жатқан жайларымыз бар. Пайдасын көргеннен кейін сол кәсіпке беттедіңіз. Ал өзіңізден көріп басқа диқаншыларды осылай жақсы екен ғой деп тамшылатып суғаруға көшті ме? Алғаш кезде әкелген кезде түсінбеген адамдар көп болды ауылымызда. Мұны бір еркенің тірлігі деп те қарады. Бірақ кейін шынында да жақсы өсіп, суға үнемделетіндігіне көз жеткізіп, әрі тыңайтқышқа да әр дақылдың қызанақ болсын, қияр болсын түбіне ешқандай ысырапсыз дәл түбіне тамырына беретінін көргеннен кейін халық уже Аллаға шүкір біздің осы Қарақұм ауылымызда егістік тамшылатып суару әдісінің егістік алқабы үлкейіп келе жатыр жылдан жылға.